Иә, нағыз сұлу екен. Нағыз арудың өзі. Қане суретке түсіріп алайықшы. Қанеки? Иә. Мә, терісі де әдемі, иә? Қандай әдемі өзі. Иә. Мен Сохён! Қолтаңба беріңізші, өтінем. Өтінем беріңізші. Қолтаңба беріңізші. Мисохён. Рахмет. Рахмет. Өтінем беріңізші. Маған да. Алло? Кешіріңіз, жақта телефонмен сөйлесуге болмайды, мырза. Не дедің? Қайда кетті дейсің? 고기를 잡으러 바다로 갈까요? 고기를 잡으러 산으로 갈까요? 이명에 가득히 담아가지고서 Сен бұл әнді ұмытпапсың ғой. Қалай ұмытайын? Онда тағы айтайық. 잡으러 바다로 갈까요? 고기를 잡으러 산으로 갈까요? Ей, химиялық тазалаушы. Естисің бе? Естіп тұрсың ба? Бұл не? Гайл, бұл тісім емес пе? Өңім шығар. Өңім. Онда әлгі жексұрынның дауысы қайдан шығып тұр екен? Білмейм. Сені теңізге шығып кетті деп естідім. Мұнаның қайығын қараңдар. Ей! Сен мұнда қайдан жүрсің? Қазір Европада сол жақта жүруге тиіс едің ғой. Мазалама! Ол жақта талай болғанбыз. Көре-көре жалықтым. Басқа жаққа барғым келеді. Бір досым осында бар деп кеңес беріп еді. Сен досында екенсің ғой. Химиялық тазалаушы. Бұл жерде сені кездестірем деп ойламап ем. Онда өз жолыңмен жүре бер. Егер бейтаныс адам сияқты жүрсең, соған да рахмет айтатын едім. Қайығыңның түрі нашар екен. Өзіңді жайсыз сезінетін шығарсың. Қандай болса да қайық қой әйтеуір. Ол үшін алаңдамай-ақ қой. Шын айтып тұрсың ба? Егер аударылып кетсе, суға батып кетпессің. Жүзу білесің ғой, иә? Онда кеттік. Ей, чемпион, оңбаған! Ана қыз мен Сохён емес пе?
химиялық тазалаушы. Тағы не керек саған? Мойындаш, осы жерде мені көргеніңе қуаныштысың ғой, айтсаңшы енді. Менсіз ішің пысқан шығар. Білесің бе, мен сен келгенге дейін бақыт дедім. Не дегенмен, сен де біздің мектепте оқисың. Сондықтан келуіңе болады. Қайда шақырып тұрғаныңды білмеймін. Бәрібір бармайым. Сохионның құрметіне сауық кешін өткіземіз. Өте қызық болады. Сен де кел. Келесің бе? Иә, барам. Міндетті түрде барам. Ей, сен, тоқта! Не айтқыларың кеп тұрғанын білем. Бірақ өзім де барғым келмейді. Оныңды қой. Джиху мен Чумпио шақырып тұрғанда міндетті түрде бару керек. Солай емес пе? Солай. Бірақ жігіттер саған басты нәрсені айтуды ұмытып кетіпті. Ұмытып па? Нені? Қазір айтамыз. Не? Жүрейік. Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Онда сенен басқа адам толып жүр. Сондықтан да бәрі дұрыс. Иә, бәрі дұрыс дейін. Ыңғайсызданып тұрғаным, ыңғайсыз. Несі ыңғайсыз? Сен сияқты өз дегенін істететін адам кем деген. Бәрі дұрыс болады. Кімжанти, қасыңда мен болам. Ыңғайыл, мүмкін бармай-ақ қоярмын, а? Арманына тек батылдар ғана жете алады. Қалай атаушы етсендерді? Үш сұлу. Осыдан қолыма түсіңдерші. Сазайларыңды бермесем бе бәлем. Ту, сен де бір Кімжанди. Нағыз ақымақсың. Сенетін адамды тапқан екенсің. Кімжанди! Сендер ме? Сен? Кешігіп қалдың. Сен іздеп таппай жүрсек, сөйтсеп мұнда жүр екенсің ғой. Күртешеңді шешпегенсің бе? Ыстық емес пе саған? Жоқ, ыстық емес. Теңізде қыдырғаннан кейін біраз тоңып қалдым. Мүмкін, көйлегің жұқа шығар. Соңғы үлгіде көйлектер өте әдемі. Бірақ оны киіп шығу үшін батылдық керек. Мүмкін сенің көйлегің де сондай шығар. Қане көрсетші. Қане шешін?
Қане, әлде шешінуге көмектесейік пе? анда қараңдар. Нағыз мықты қыз ғой бұл. Солай ма? Ғаламторда мықты қыздарды мықты сипаттап көрсететін еді. Бірақ мынамен салыстырғанда оларың түк емес екен. Иә, егер көйлегің жоқ болса, онда бізге айтпайсың ба? Бірдеңе ойластырар едік. Қарапайым халықтың өкілі солай істейтін болды ғой. Неге олай істегендеріңді түсініп тұрмын. Тек бір нәрсені ескермепсіңдер. Осының бәріне қарағанда, қоғамның төменгі сатысында бұл қыз емес сендер екенсіңдер. Джиху, оны менің бөлмеме ертіп апар. 근데 지금 전에서 Соңғы кезде Джиху өзгеріп кетті, байқадың ба? 뭔지 Осының бәрі қайда апарып соғатын білмеймін. Бірақ қызық сияқты. Рахмет сізге. Маған араша түспесеңіз де болатын еді. Рахмет айтпай-ақ қой, соны істегеніме өзім де қуанып отырмын. Мен сияқтылар келетін жер емес екен. Солай ма? Сені Джиху шақырып бет? Мен үшін Джихудың досы менің де досым. Жоқ. Ол мені спайлықтан шақырған болар. Жоқ, Джиху ондай емес. Бірақ бөтеннің ісіне араласқанын алғаш рет көріп тұрмын. Алғаш рет. Джиху әу бастан көмектескен болатын. Джиху саған көмектесті ме? Көрдің бе? Сен ерекше жаралған адамсың. Чупионың сені мазақ қылып жүргенін де естідім. Сен оған қарсы соғыс жариялапсың ғой. Енді ол оның бәрін жалғыз сұрағаннан жасайды. не? Иә, ол жалғыздықтан тым қатыгез болып кеткен. Чунпио жалғызсырап жүрме? Мүмкін емес. Әке шешесін жылына бір-ақ рет көреді. Ол бай отбасында дүниеге келген. Өзің ойлаш, айналаңдағылардың бәрі сені мұрагер ретінде қабылдайды. Ірі компанияның мұрагері болу қалай екенін білесің бе? Одан жеңіліп қалып жүрме. Не? Сен маған ұнайсың, Чанди. Сондықтан әрқашан сенің жағыңда болам. Міне, бәрі дайын. Тұруыңа болады.
Деме екен. Бой жеткен үшін ең бастысы сәнді аяқ киім. Неге? Өйткені жақсы аяқ киім әр қашан жақсы жерге алып барады. Міне, енді дайынсың. Кеттік пе? Осындай сұлу қызды биге шақырмау жігіттікке жараспайды.